Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Еркежан. Бүгін сіздерге қазіргі сәтте ақылы мастер-класстарда хит болып жүрген езілмейтін, жыртылмайтын бешбармақтың универсальный қамырының жасалу жолдары мен оның бір айға дейін морозильникте сақталу құпияларын бөлісетін боламын. Бұл жаймамен тек қана бешбармақты емес, манты, орама, пельмен, манпар секілді қамыр қосылатын тағамдарды дайындасаңыздар болады. Ең бірінші 210 грамм салқын суымызға 2 жұмыртқамызды және жарты шай қасық тұз, үстінен 10 грамм сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген 700 грамм ұнымызды дайындап аламыз. Жаймаңызды бір айлық уақытқа дейін морозильникте сақтау үшін кондитерлік дүкендерде сатылатын осындай яичный белок немесе альбуминді ұнның үстіне қосамыз. Егер бір апталық көлемде ғана қамырды морозильникте сақтайтын болсаңыздар, яичный белокты қоспасаңыздар да болады. Ал ұзақ уақытқа бір айлық көлемге дейін барлығын дайындап салып қоямын десеңіздер, яичный белокты міндетті түрде қосасыздар. Бұл кептірілген яичный белоктың адам ағзасына ешқандай зияны жоқ. Ұнымыздың үстіне дайын болған сұйықтығымызды құйып, іртік, ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп қамыр илейміз. Міне бізде осындай сәл қаттылау қамыр шығады. Қамырымыздың бетін жауып жарты сағатқа тындырып қоямыз. Міне бізде жарты сағаттық уақыт өтті, қамырымыз сәл жұмсарды. Бізде жалпы салмағы 1 килограммға жуық қамыр шығады. Таразының көмегімен қамырларымызды теңге 2 бөлікке бөлеміз. Теңге 2 бөлікке бөлінген қамырларымызды қолымыздың көмегімен илеп, бетін жауып, қайтадан жарты сағатқа тындыруға қоямыз. Қамырларымыздың тынып ие қануы үшін барлығы 1 сағат қажет. Жарты сағат өткеннен кейін тынып дайын болған қамырларымызды алып, жаюға кірісеміз. Қамырымыз жайылып дайын болған кезде идеальный біркелкі болу үшін нанды осылай жаюдың бастапқы кезеңі өте маңызды болып саналады. Ол үшін ең бірінші қамырымыздың үстіне ұн сеуіп, жұдырығымызбен нанды осылай басып, дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Қамырды оқтаумен жайған кезде ортаңғы бөлігі тез жұқарып кетеді. Сол үшін осылай жұдырықпен жайған кезде шеткі бөліктеріне көбірек күш салып жаю қажет болады. Қамырымызды оқтауға орап, осылай қатты күш салмай, тек қана екі шетін басып, сағат тілімен айландыра отырып жайып аламыз. Сағат тілімен айландыра отырып қамырларыңызды жайсаңыздар, қамырларыңыз біркелкі дөңгелек әдемі болып шығатын болады. Міне біздің жаймамыз осымен дайын болды. Мен өте жұқартқан жоқпын. Бұл жерде менде бешбармақтың қамыры. Енді осы қамырды морозильникте сақтау үшін қаптайтын боламыз. Ол үшін бізге киім қаптайтын чехол немесе арнайы магазиндерде сатылатын осындай рулон целлофандар қажет болады. Пакетіміздің шетін екінші жағынан ұзындау қылып кесіп аламыз. Себебі жаймамызды қаптаған кезде олар бір-біріне тимей жабыспай тұруы қажет. Жаймамызды дәл видеодағыдай етіп қаптап, морозильниктің тегіс жеріне қатыруға қоямыз. Дайын болған қатырылған жаймамызды морозильниктен тағамға қолданар алдында 30 минут шығарып ертіп қоясыздар. Егер орама, манты секілді тағамдарға қолданатын болсаңыздар, ерігеннен кейін оқтаумен бір рет жайып, жұқартып жіберсеңіздер болады. Асығыс жағдайларда қонақ күтер алдында немесе жұмыста болатын болсаңыз, осылай жасап морозильникте қатырып қойсаңыз, кез келген уақытта алып, әртүрлі тамақтарды тез арада жасай беретін боласыздар. Егер рецепт ұнаса, видеоны толық көріп, менің каналымның дамуы үшін каналға тіркеліп, лайк басып, жанында қоңырауша түймесін басуды ұмытпаңыздар.
Міне біздің осымен өте оңай, тез жасалатын универсальный жаймамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.